Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Керімбердиева Меруерт Оңғарқызы, Тараз қаласы нөмірі 40 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Сіздерге 8-ші сыныптағы панорамалық сабағымды ұсынамын. Сыныпта еркіндік атмосферасын орнату мақсатында сингапурлық әдісті қолдануды шештім. Бұл әдістің ерекшелігі топта үнсіз қалған оқушы болмайды. Оқушылар еркін қозғалыста болады. Әр оқушы топтағы барлық оқушымен жеке, жұптық, топтық жұмыс орындайды. Алдымен сыныпты 4 оқушыдан топқа бөліп аламын. Топтағы әр оқушыны 1-ден 4-ке дейінгі сандармен нөмірлеймін. Бір-біріне қарсы отырған оқушы бет серіктес, қасындағы оқушымен иық серіктес және иық серіктестің алдындағы оқушымен әріп серіктес болады. Сабағымды алдымен ой қозғау әдісімен бастадым. Ой қозғау әдісі бойынша берілген суреттерге қарап, сұрақтарға жауап бере отырып, сабақтың тақырыбын болжайды. Суреттерде не бейнеленген, суреттер бойынша не білесіздер және олардың адам өміріне, тұрмыста қажеттілігі қанша деген сұрақтарға жауап бере отырып, сабақтың тақырыбын анықтауға тырысады. Сабақтың тақырыбы болашақ энергиясы. Оқу мақсаты. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Сабақтың мақсаты. Мәтіннің мазмұнын түсінеді. Мәтін мазмұны негізінде деректер келтіреді және келтірілген деректерге дәлелді жауап береді. Сабақтың критерийі. Мазмұнын түсінеді, деректер келтіреді және дәлелді жауап береді. Бағалау критерийі. Сабақ барысында жеке, жұптық, топтық жұмыс орын алады. Жеке жұмыс кезінде оқушы өзін-өзі бағалайды. Жұптық жұмыс кезінде өзара бірін-бірі бағалайды. Топтық жұмыс кезінде өзара топтық бағалау жүзеге асады. Әр оқушының алдына бағалау парағы таратылады. Бағалау парақшасында сабақ барысында өтілетін барлық тапсырмалардың тізімі көрсетіледі және сабаққа белсенді қатысқан оқушыға бонус таратылатын болады. Тыңдалым алды кезең. Жаңа сөздермен танысады. Сол сөздермен сөз тіркесі және сөйлем құрастырады. Бағалау критерийі. Сөз бен сөз тіркесін толық сөйлем құрайды. Қалыптастырушы бағалау, мадақтау жүзеге асады. Екінші тапсырма. X0 әдісі бойынша әр топтағы әріп серіктес дұрыс сөйлем құрастыруға тақтаға шығады. Тақтада берілген сандарды ашу арқылы әр топтағы әріп серіктес 3 сөзден тұратын дұрыс сөйлем құрастыру керек. Ең бірінші сөйлем құрастырған оқушы жеңіске жетті деп есептеледі. Қалыптастырушы бағалау, мадақтау. Тыңдалым кезеңі. Бейнебаянды көреді, мәтінді тыңдайды. Мәтін бойынша жұптық жұмыс орындалады. Менеджмент әдісі арқылы жүзеге асады. Мұнда барлық тақсандарға сұрақтар таратылады. Жұп сандағы оқушыларға жауаптар таратылады. Тақсандар сынып ортасына шығып шеңбер құрып тұрады. Ал жұп сандар тақсандарды айнала тұрып, бір-бірімен қарама-қарсы тұрған оқушылардан сұрақтарына жауап іздей бастайды. Сағат тілімен айналып іздейді. Жауабы табылған жұп шеңберден шығып, сұрақтарын және жауаптарын оқып бағаланады. Қалыптастырушы бағалау, мадақтау жүзеге асырылады. Тыңдалымнан кейінгі кезең. Мұнда ұтымды көзқарас әдісі жүзеге асырылды. Әр топқа тақырыптар беріледі. Бірінші топ мәтін мазмұны бойынша мәселенің туындау себебі. Екінші топ көтерілген мәселенің салдары және үшінші топ мәселенің шешу жолдары деген тақырыптар бойынша постер қорғайтын болады. Дескриптор. Берілген тақырып бойынша топта ой бөліседі, кеңеседі, ойларын жинақтайды, нақты деректер келтіреді. Деректер бойынша дәлелдерін тұжырымдайды, көзқарасын постерге салып қорғайды. Постер қорғауға қойылатын талаптар. Тақырып бойынша деректер келтіреді, дәлелді жауап береді және топ мүшелерінің әрқайсысының үлесінің болуы шарт. Қалыптастырушы бағалау
2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы топтар бір-бірінің жұмысын бағалап, кері байланыс береді. Тапсырманың орындалу уақыты 3 минут. Жеке жұмыс. БЖБ әдісі. Мәтін мазмұны бойынша ақпараттарды тиісті қатарға жазады. Дескриптор. Мәтін мазмұны бойынша өзі бұрыннан білетін ақпаратты жазады. Өзі үшін жаңа болған ақпаратты жазады және әлі де білгісі келетін ақпаратты көрсетеді. Қалыптастырушы бағалау, өзін өзі бағалау, мадақтау, демеу және ұсыныс беру. Сабақ соңындағы кері байланыс үшін 3-2-1 әдісі қолданылды. Яғни 3 маңызды ақпаратты, қиындық тудырған 2 мәселені және тапсырмадағы ұнаған 1 мәселені айтатын болады. Үй тапсырмасы балама энергия, болашақтың ісі тақырыбында эссе жазу. Сабақ барысында белсенділік танытқан оқушыға қосымша бонус таратылады, яғни таңдайды оқушы өзіне қажетті фишкаларды. Сол фишкалардың ішінде қандай бонус шықты, сол кейінгі сабақтарда қолданылатын болады. Мәселен, алақай сіздің бір үй тапсырмасын орындаудан босатылу мүмкіндігіңіз бар деген сияқты бонустар көрсетіледі. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.